Барлықтарыңызға сәлем. Бұл видеода 2023-24 жыл ауыл олимпиадасы болған. Сонда математика пәнінен келген 10 сыныпқа бірінші кезеңнің 27-ші есебін қарайық. Егер fx x квадрат минус x плюс 2 gx тең ax плюс b f gx 9x квадрат минус 3x плюс 2 болса, осы қатыстарды қанағаттандыратын барлық абы нақты сандар жұптарын табыңыз дейді. Сонда f мына gx-тің орнына ax плюс b-ні алып барып қоя салуға болады екен. gx мынаған тең ғой, ax плюс b-ға соны алып келіп қоямыз. Осы жерге қойдық. Енді ax плюс b-ні мына жердегі барлық x-тердің орнына қою керек. Мына жерге x квадрат деп тұр, x-тің орнына ax плюс b-ні қоямыз. Мына x-тің орнында бізде не тұр? ax плюс b тұр. Сондықтан мына қалған 2x-тің орнына да ax плюс b-ні қоямыз. Минус x, x-тің орнына тағы да ax плюс b-ні қоямыз. Плюс 2. Енді мынаны қысқаша көбейту формуласымен қолданып ашып жіберсек, a квадрат x квадрат плюс 2abx плюс b квадрат болды. Мына жақшаларды ашамыз. Алдында минус тұр. Минус ax минус b плюс 2 болады. Енді осы жерден квадраты бар a квадрат x квадрат. Енді x мынамен бірдей болу үшін минусын де шығарып жіберейін. Минусын шығарып жіберейін. Минус x болсын мына жерде. Минус x-ті шығарып жібердім. Сонда мына жерде a болды. Азайту. Мына x бар екеуіне қарайық. Минус 2ab болды. Минус 2ab. Қосылған b квадрат бар, минус b бар, плюс 2 бар. Мыналардың барлығында бір шақшаға алып қояйын. Енді мынау тең болады екен, мына өрнекке тең болады екен. 9x квадрат минус 3x минус 3x плюс 2-ге. Сонда мына a квадраттың орнында 9 тұр. a квадраттың орнында 9 тұр. a минус 2ab-ның орнында a минус 2ab-ның орнында 3 тұр. b квадрат минус b плюс 2-ның орнында 2 тұр. Мына теңдеулер жүйесін шығаруымыз керек. Енді мына жерден a тең плюс минус 3 деген жауап шығады. Сол екеуін қалған екі теңдеуге қойып тексеріп көруіміз керек. Мына жерге a-ны қоятын болсақ, минус 3 минус 2 минус 3 b тең 3 болу керек екен. Сонда 6b тең 6 болды. b тең 1 болады. 1-ді алып келіп мына жерге қоямыз. 1 квадрат минус 1 плюс 2. Мына екеу жолып кетті. 2 тең 2 дұрыс. b деген дұрыс жауап екен. Минус 3-ті қойған кезде 1 шығады екен. Минус 3-ті қойған кезде 1 шығады екен. Ол жауапқа жазылады. Енді 3-ті қойып тексеріп көрейік. Мына екінші, үшінші теңдеулерге. 3 минус 2 көбейту 3 b тең 3 дейді. Сонда минус 6b тең 0 болды. b тең 0 болады. Мына жерден b тең 0 болса, мына 0 квадрат минус 0 плюс 2 тең 2. 2 тең 2 дұрыс. Мынау да дұрыс екен. Сонда 3-ті қойған кезде не шығады екен? b 0 шығады екен. Мына жауап дұрыс болды. Сонымен мына есеп шықты. Сау болыңыздар.